Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Мемлекеттің сыртқы экономикасының қызметтік пәнінен бүгін 5-ші дәрісімізді өтеміз. Тақырыбы әлемдік нарықта баға белгілеу ерекшеліктері. Сабақтың жоспары: әлемдік нарықта баға белгілеу негіздері, әлемдік бағаны анықтаудың әдістері және биржалық котировкалар, аукциондардың бағалары. Әлемдік бағалар дегеніміз бұл халықаралық нарықта берілген тауар бойынша неғұрлым атаулы мәмілелерді айқындайтын бағалар. Еркін саудалық саяси режимде және еркін айналатын валютада неғұрлым үнемі өтетін мәмілелер атаулы болып саналады. Әдістемелік қателіктерден аулақ болу үшін және әлемдік бағалар туралы ақпарат әртүрлі болу үшін қолжетімді болу керек. Тауардың әлемдік бағасы бұл әлемдік тауар нарығында қалыптасқан конъюнктурада нақты жеткізу және жалпы қабылданған төлем шарты негізінде берілген тауарларды өткізу бойынша орташа өлшенген баға деңгейі. Әлемдік баға келесі негізгі белгілермен сипатталады. Олар көпшілік тауар нарықтары үшін әдеттегі шарттар негізінде ірі экспорттық және импорттық келісімдерді жүзеге асыру бойынша бағалар, маңызды нарықтарда және тұрақты уақытылы келісімдерде қолданылатын бағалар, төлемдер еркін айналатын валютада жүргізілетін келісімдердегі бағалар. Осылайша әлемдік баға жеткілікті түрде атаулы болу керек. Атаулықтың негізгі белгісі ретінде сәйкес тауардың әлемдік экспортқа алатын проценттік үлесі. Іс жүзінде әлемдік баға ретінде негізгі жабдықтаушылардың және тауарды сатып алушылардың экспорттық және импорттық бағаларын қолданады. Шикізаттық тауарлар сияқты массалық тауарлар үшін әлемдік баға ретінде халықаралық сауданың негізгі орталықтарының биржа, аукцион және де тағы да басқа бағаларын жатқызуға болады. Сатушылар және сатып алушылар үшін атаулы және қолжетімді бағалардың болуы сыртқы нарықта коммерциялық қызметтің қажетті алғышарты болып табылады. Әлемдік бағалар бойынша ақпараттық мәліметтер жиынтығы бағаның келесі түрлерін құрайды. Жарияланатын немесе сұрау бойынша алынатын анықтамалық, биржалық, аукциондық, саудаласу бағалары, каталогтар, есептік бағалар, ұсыныс бағалары, прескуранттар бағасы, нақты келісімдер бағасы жатқызуға болады. Нарықтық шикізаттық тауарлардың көп бөлігі анықтамалық, биржалық, аукциондық бағалармен қамтылған. Бірақ бағалық ақпаратпен қамтамасыз ету тұрғысынан жалпы дайын өнім, машина және жабдықтар нарығына қарағанда орынды болып келеді. Әлемдік бағалар халықаралық саудада нақты тауарлар жағдайын жеткілікті түрде толық сипаттайтын ірі экспорттық және импорттық операциялар жүргізу бойынша бағалар болып табылады. Іс жүзінде әлемдік бағалар келесідей анықталады. Бір тауар бойынша әдетте шикізаттық экспорттаушы немесе импорттаушы елдердің баға деңгейімен, басқасы бойынша аукцион, биржа бағалары мен дайын бұйымдар бойынша әдетте берілген өнім түрін өндіруге мамандандырылған әлемде алдыңғы қатарлы өндірушілердің бағасымен. Жалпы әлемдік баға болып саналады. Бірінші, берілген тауар бойынша алдыңғы қатарлы нарықтарға жасалатын ірі экспорттық немесе импорттық келісімдер бағасы. Екінші, тұрақты сипат алатын келісімдер. Үшінші, төлемдерді еркін айналатын валютада қарастырылатын келісімдер. Әлемдік тауарлық нарықтардың негізгі бағалары белгілі тауар түрінің тұтыну, өткізу және өндіру орташа әлемдік шартын көрсетеді. Бұл мемлекеттік кәсіпорындар мен шетелдік серіктестіктер арасындағы ынтымақтастық жобаларының нұсқаларын анықтайды. Тауарлар түрі бойынша әлемдік болып табылады. Мысалы, бидайға Канаданың экспорттық бағалары, мұнайға ОПЕК елдері мүшелерінің экспорттық бағалары, пиломатериалдар, Швецияның экспорттық бағалары, каучук, Сингапурлық биржаның бағалары, түсті металдар, Лондонның түсті металдар биржасының бағалары, шай, Лондон, Коломбо, Калькуттадағы аукционның бағаларын салыстырмалы түрде жатқызуға болады. Шикізаттық тауарлар бойынша әлемдік бағаны анықтау ешқандай қиындық туғызбайды. Шикізаттың негізгі жабдықтаушы елдер бойынша анықталады. Алайда дайын өнімге байланысты бағаны таңдау ұқсас өнімді өндіретін ондаған фирмалардың бағасын пайдалануға тура келеді. Ал шикізат бойынша тек 1-3 көрсеткіштер алынуы мүмкін. Сыртқы сауда бағалары мемлекетпен жүргізілетін сыртқы сауда және кеден саясаты шеңберінде қалыптасады. Сондықтан сыртқы саудалық баға белгілеу Ресей тәжірибесі негізінде қарастырылған.
Сыртқы сауда саясатының негізгі міндеттеріне тоқталатын болсақ, ол сыртқы нарықта отандық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету және отандық өндірушілерді бағалау. Ал сыртқы сауда саясатын жеке асыру құралдарына төмендегілер жатады. Олар кедендік бардың дифференциялауы, демпингтік бағаларды қолдану және халыққа және отандық өндірушілерге залалын тигізетін өнімдерді енгізуге тура тосқауыл қоюды өндіру, экспорттаушыларға мемлекеттік субсидиялар. Кедендік баждар, дифференциялау және кедендік құнды анықтау тәртібін бекіту ең негізгі экономикалық тұтқа болып табылады. Осы сұрақты дұрыс түсіну үшін бірнеше түсініктеме беру қажет. Кедендік баждар ел шекарасын кәсіп ететін тауарлардан кедендік мекемелер арқылы алынатын федеративтік салықтар. Тауар қозғалысының бағытына байланысты кедендік баждар келесідей ажыратылады: импорттық, экспорттық және транзиттік. Соңғысы барлық елдерге дерлік ресімделеді. Есептеу формасына байланысты келесілерін ажыратуға болады. Олар пайызбен есептелетін авторлық кедендік баждар, абсолюттік көріністе бекітілген мөлшерлемелер, спецификалық құрамдастырылған алғашқы екі түрінің құрамасы. Кедендік баждардан үстінен тауарлар қоймалау және сақталу үшін санитарлық жиын ретінде кедендік жиындар алынады. Бұл жерде кедендік тариф дегеніміз кедендік баждардың белгілі ережелері бойынша жүйелендірілген арнайы түрде рәсімделген құжат. Импорттық кедендік баждар түрлері экспорттық баждарға қарағанда әлдеқайда көп, себебі экспорт кезінде мемлекеттік субсидиялар мен квоталар қолданылады. Сыртқы нарықта өнімнің бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату үшін экспорт кезінде баждар алынып тасталынады. Импорттық кедендік баждар отандық өндірушілерге қорғауға бағытталған. Жоғарылатылған баждар, сонымен қатар өндіріс масштабы жеткіліксіз, төмендетілген баждар, әлеуметтік маңызы бар өнімдер, материалдар, шикізат ілгері технологиялардың енуін ынталандыру. Кедендік құн сыртқы сауда келісімінің қатысушысы білдіретін және кедендік баждар мен басқа салықтар жиындар үшін база болып табылатын шекараны кесіп өтетін тауардың бағасы. Шеттен әкелінетін тауарлар келісімнің бағасы бойынша әдіс басқа келісімдер үстемдірек пайдаланылады. Негіз ретінде келісімнің келісімшарттық бағасы алынады. Тауарды елдің кедендік шекарасының пунктіне мекен жер орынға дейін жеткізу бойынша шығындар, комиссиялық сыйақылар, лицензиялық төлемдер және тағы да басқа қосымша есепке алынады. Бұл сыртқы сауда келісімі жасаушыларға салық төлеу кезінде біршама бірдей ауыртпашылық, қобалжушылық қамтамасыз етеді. Егер берілген тауардың келісімшарттық бағасы көпшілік түрде жасалатын келісімдердің бағаларынан айтарлықтай ауытқу байып қалса, онда берілген әдіске сәйкес кедендік құнның есептелуі кедендік органдармен алынбауы мүмкін. Бұндай жағдай келісім жасаушылардың бір-біріне тәуелді болған жағдайда сауатсыз есептер кезінде орын алады. Экспортталған тауарға баға құру тәртібіне келетін болсақ, сыртқы нарықта өнімнің бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату үшін барлық елдердің үкіметі экспорттаушыларға субсидия береді, экспорттық баждарды төмендетеді және алып тастайды. Экспорттаушыларға салық салудың жеңілдікті шарттар жасайды. Осының бәрі экспортталатын тауарлардың ұсынысы үшін неғұрлым төмен бағаның негізі болып табылады. Ерекше көңіл бөлетін жайт, отандық тәжірибеде экспорттаушыларға жеңілдікті сатып салық салу сұрағы. Бұл салық салу сұрағына емес, сонымен қатар бағалылық. Қазіргі жүзеге асатын тәртіпке сәйкес отандық экспорттаушылар экспортталатын өнім шеңберінде бюджетке қосылған құн салығын және акциз етілетін тауарлар бойынша төлеуден босатылды. Жеңілдікті алу сұрағы негізінде экспорт фактісін дәлелдейтін сұрақ болып табылады. Экспорттаушылар жеңілдікті алу үшін салық органдарына келесі құжаттарды тапсыру керек. Олар тауардың экспортын дәлелдейтін келісімшарт, жүктік кедендік декларация, шекаралас белгілі бір кедендік мемлекеттердің ТМД қатысушылары және ТМД қатысушылары тыс мемлекеттерде орналасқан елдердің кедендік органдарының көліктік немесе тауар жеткізуші құжаттарының көшірмесі, ресейлік банктегі ресей салық төлеушісінің шотына шет елдің тұлғасына өткізген өнімнің нақты түскен табысты дәлелдейтін төлемді құжат немесе банк құжаты. Экспорт кезінде бағаның
құрылуы жөнінде арнайы белгіленген тәртіп жоқ, қалайда оның шектері туралы айта кету керек. Экспорт кезінде бағаның төменгі шегі бұл өндіріске кеткен шығындар және өндірушілердің нормативтік пайдасы, сонымен қатар келісімшартта айтылған белгіленген жерге дейінгі жеткізуге кеткен шығындар және оның кедендік рәсімделуіне кеткен алымдар. Жоғарыда айтылғандай, экспорттық кедендік баж дерлік барлық тауарлардан алынбайды, алынса тек экспорттаушы бағасына төменгі шегіне енетін міндетті төлем ретінде енеді. Экспорт кезінде бағаның жоғарғы шегі экспорттаушының келісімшарттық бағасы болып табылады. Импортталатын тауар ішкі нарыққа келіп түседі, сондықтан міндетті түрде оның бағасы ұқсас отандық тауар бағасымен сәйкестендіріледі. Әдетте сыртқы нарық және ұлттық нарық жағдайына қалыптасқан көрсеткіштердің айырмасы импорттық кедендік бажмен жабылады. Импортты ынталандыру мақсатында ұлттық нарықта неғұрлым жетіспеушілікке тауарлар баж мөлшерлемесі төменделуі немесе алынып тасталуы мүмкін. Сонымен қатар жеңілдікті шаралар қолайлы саясат жасайтын нашар дамыған елдердің тауарларының импорты кезінде қолданылады. Ішкі жанама салықтарға келетін болсақ, олар қосылған құн салығы және акцизделетін тауарларға акциз баға құрылымына енеді. Импорт кезінде бағаның жоғарғы шегі ішкі нарықта оның конъюнктурасына сәйкес импортталған өнімнің өткізу бағасы болып табылады. Жалпы валюта бағамын белгілеу, яғни валюталарды айырбастау пропорциясының қатынасын анықтауды валюталық котировка деп баға белгілеу деп атайды. Валюта нарығында валюта бағасын белгілеудің екі әдісі бар: тікелей және жанама әдісі. Тікелей котировка деп шетел валютасының бағамының ұлттық валютамен көрсетуді айтады. Бұл әдіс көптеген мемлекеттерде қолданылады. Сатушы бағамы ол банктың валютаны белгіленген бағамен сатуға дайындығы. Сатып алушы бағамы дегеніміз банктың валютаны сол бағамен сатып алуға дайын болуы. Тікелей котировка бойынша сатып алушы бағамның сатушы бағамы жоғары болады. Олардың арасындағы айырмашылық банктік пайдасы құрайды. Сонымен қатар ресми банкаралық биржа валюта котировкалары болады. Ресми валюталық котировканы орталық банк жүргізеді. Ол есеп жүргізу мақсатында кедендік төлемдерде төлем балансын қарастырғанда қолданылады. Өнеркәсібі дамыған елдерде валюталық операциялардың негізгі бөлігі биржадан тыс банкаралық валюта нарығында өтетіндіктен бұл елдердің ішкі нарығы қолданылатын негізгі бағамы банкаралық баға болып табылады. Бағалы қағаздар мен валюталық құндылықтарды сатып алу сатуға әсер ететін заң актілеріне оларды сатып алу сату арнаулы ережелері белгіленбесе, осы параграфта көзделген ережелер қолданылады. Сатып алу сату шарттарына жекелеген түрлеріне бөлшек саудамен сатып алу сату, тауарлар жеткізілімі, энергиямен жабдықтау, контрактация, кәсіпорындарды сату. Егер осы кодекстің ережелерінде бұл түрлерінің шарттары туралы өзгеше көзделмесе, осы параграфта көзделген ережелер қолданылады. Сол шешімдерін орындау үшін белгіленген тәртіппен мүлікті сату кезінде сот орындаушысы сатушы ретінде шығады. Осымен біздің 5-ші дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.